Баршаңызға сәлем. Ғашықтар күніне не пісірсем екен деп желіні ары-бері ақтарып ізденіп отырсаңыз, А-дан Я-ға дейін ерекше рецепттер каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге жүрек пішінді бәліштің, яғни етпен жасалған пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бірақ видеоның аяғына дейін қарамастан бұрын жаңадан ашылып жатқан арнама қолдау көрсетіп, видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетсеңіздер қуанып қалар едім. Жүрегіңіздің иесіне романтикалық кешкі ас ұйымдастырып, дәмі енді тіл үйретін пирог жасап, мерекелік көтеріңкі көңіл-күй сыйлаңыз. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Бүгінгі пісіретін пирогымызға үгілмелі қамыр, яғни песочный тесто илейміз. Алдын ала илекштен өткізіліп, өлшенген ұнға тоңазытқыштан шыққан сары майды үккіштен өткіземіз. Қамырымызды илеу үшін жақсылап май мен ұнды араластырамыз. Ұн мен сары май бір келкі болып шығуы керек. Сұйық қоспаны дайындау үшін қаймақ, су, 3 сарыуыз, 1 ақуыз және 1 шай қасық тұз қосамыз. Жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Енді дайын болған сұйық қоспамызды ұн мен сары май араласқан құрғақ қоспаға қосып, қамыр илейміз. Алдыңғы видеода айтып кеткендей, бар күшімізді салмай қамыр илеп шығамыз. Қамырымызды бір қайра дөңгелетіп, дайын болған қамырдың бетін жауып, 30-40 минутқа салқын жерге немесе тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша салмамызды дайындауға кірісеміз. Көбік тәрізді өте майдалап туралған ет, пияз және ұсақталып туралған картоп, сәбіз, қызыл бұрыш, тұз қосамыз. Қалауыңызға қарай қара бұрышты қосып, жақсылап араластырамыз. Салмамыз осымен дайын. Егер де майлылау тағам жақсы көрсеңіз, кішкене майдалап туралған құйрық майды да қосып жіберуге болады. Пирог сондай сочный болып шығады. Тынған, дайын болған қамырымызды бірдей мөлшерде екіге бөліп алып, дөңгелете күлшелеп шығамыз. Дайын болған қамырды күлшелеп, жаюға кірісеміз. Аздап ұн сеуіп, жайып шығамыз. Енді жүрек пішінді қылып, арнайы қалыппен кесіп шығамыз. Егер үйде жүрек пішіндес қалып болмаса, бұл пирогты пісіруге қалып керек екен ғой. Мұндай қалыпты қайдан аламын деп ешқандай көңіл күйіңізді түсірудің қажеті жоқ. Компьютерден А4 ақ қағазға шаблон ретінде шығарып алып, қаттылау картонға басып, жүрек формасында кесіп алсаңыздар да болады. Немесе бірден көз мөлшерде кесіп шықсаңыздар да болады. Пирогымыздың беткі қабатында жайып, бірден кесіп шығамыз және кішкентай формочкалармен жүрекшелер кесіп шығамыз. Бұл жүрекшелерді пирогымыздың бетін әрлеуге қолданатын боламыз. Енді дайын салмамызды саламыз. Бір келкетіп тегістеп, үстіне жаймамыздың екінші жағын салып, бірден түйуге көшеміз. Қазір енді түйу жолына мұқият қарасаңыздар, қамырды бір жағынан, екінші жағынан, бір жағынан, сосын екінші жағынан алма кезек ала отырып түйіп шығамыз.
пирогымыздың екінші жағында дәл жаңағыдай көрсеткендей түйіп шығамыз. Енді кесіп алған кішкентай жүрекшелерімізбен пирогымызды әрлей бастаймыз. Пирогтың бетін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша да әрлесеңіздер болады. Енді жұмыртқаның сары уызын алып, жақсылап араластырып, бәлішіміздің бетіне бір келкетіп жағып алып, үстіне ақ күнжутты сеуіп шығамыз. Осымен дайын болған жүрек пішінді пирогымызды алдын ала 180 градуста қыздырылған пешке салып, жарты сағатқа қойып пісіріп аламыз. Мінекей, оңай әрі тез жасалатын, бастысы дәмі ауызда еритін жүрек пішінді пирогымызда дайын болды. Жігіттің жүрегіне асқазан арқылы жетесің демекші, жүрегіңіздің иесіне өз қолыңызбен өте дәмді бәліш пісіріп беріңіз. Мұндай пирогты тек ғашықтар күніне ғана емес, үйлену күнін атап өтуге немесе романтикалық кешкі асқа әзірлеуге болады. Осыған ұқсас жүрек пішінді самсаларды дайындау туралы видеоны арнамнан қарасаңыздар болады. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңыз үшін сіздерге көптен көп рахмет. Сіздермен бірге болған Марал. Егер де видео ұнаса, пайдалы болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып, төменге пікір қалдыра кетіңіздер. Кездескенше сау саламат болыңыздар.